Бала кезімде жазды күні нағашы әжемнің үйінде болатынмын. Сол баяғы масахананың ішінде ызыңдаған масаны ұрып, шегірткенің даусын естіп улап-шулап жатқанымызда әжем марқұм, әй жүгірмектер, ұйықтаңдар деп зілсіз айқайлайтын. Бір кезде ол, егер ұйықтамасаңдар қорқынышты әңгіме айтам дейтін. Бізге де керегі сол еді. Тым-тырыс бола қалатынбыз. Өткенде қайтыс болған шалдың асына барғанымда естігенмін. Бір кісінің әйелі бала үстінен қайтыс болып, оның артында екі баласы қалыпты. Сүйген жарынан айырылған еркек біразға дейін үйленбей жүріпті. Бірақ әйелсіз үй қаңырап тұрады ғой. Үйдің берекесі кетіп, екі балаға ана іздеп ақыры таныстарының арқасында бір шүйке басты әкеледі. Әлгі келіншек әдегеннен туыстары мен көрші-көлемге ұнап қалады. Момын, көп сөйлемейді. Үй шаруасына да тындырымды. Келіншегіне күйеуі де риза болыпты. Бұл кезде кіші ұл 2 жасқа келіп, үлкені 4 жаста екен. Кішісі өте мазасыз, беймаза болғандықтан жаңа түскен келін онша-мұнша жақтыра бермепті. Өз құрсағынан шықпаған баланы кім бірден бауырына баса қойсын, енесі мен атасы оған аса мән бере қоймапты. Солай уақыт жылжып жүре береді. Бір күні ата-енесі кіші ұлды үйлендіріп, соның қолына кетеді. Ал күйеуі болса машинист болып темір жолда жұмыс істегеннен соң кейде апталап жолда болады екен. Кіші ұл анасын сағынады ма, әлде уызына жармай еңбегеннен бе кім білсін, әкесі жолға шыққаннан аңырап жылай береді. Осы кезде өгей ананың ішіне сайтан кіріп, екі баладан құтылудың жолын іздейді. Бұлар өздері разъездің дәл жанында тұрғандықтан өгей шешеге бұл тиімді болады. Сөйтеді де екі баланы қолынан жетектеп, пойыз жолдың үстіндегі рельске байлай бастайды. Апа, не істеп жатсыз дейді үлкені күлімсіреп. Осы жерде жатсаңдар қазір пойыз келеді, соны көресіңдер, қозғалмаңдар, жарай ма дейді өгей ана алдаусыратып. Қуанып кеткен екі балақай мәз болып жатады. Сөйтеді де өгей шешей сәбилерден құтылғанына мәз болып, үйге қарай қаша жөнеледі. Сәбилердің алаңсыз аспанға қарап жатқанына да біраз уақыт өтеді. Бұл кезде кеште батыңқырап қалған еді. Біреуі бұлдырлап, екіншісі күлімдеп пойыз күтіп жатқанда гүрілдеген тепловоздың даусы шығады. Қатты шыққан дауыстан қорқып кеткен қос құлыншақ шырқырап жылай бастайды. Үлкені байланған жіпті қанша itергенімен күші жетпейді. Осы кезде Құдайдың құдіретімен тепловоз кілт тоқтай қалыпты. Ішінен машинист пен көмекшісі шығып, жерге қараса, екі сәбидің тыпыршып жылағанын көреді. Жалмажан екеуін шешіп хабарландыру беріпті. Кейін машинисттен сұраған ғой, қалайша білдіңдер деп. Сонда әлгі машинист, қатты зырғып келе жатқан едім. Бір ақ киінген келіншек қолында қызыл орамалмен қол бұлғай берді. Шошып кеттім де әрең тоқтай қалдым. Тоқтағаным сол еді. Әлгі әйел жоқ болып кетті де есесіне мына екі сәбидің жатқанын көрдім депті күрсініп. Құлындарым, аналарыңның тілеуін тілеңдер. Сорлы ана бала үшін отқа да түседі, шоққа да табаны күйеді. Әкемді алсаң ал Құдай, шешемді ғой, шекпен тоқып берсе де өлмеймін ғой деген екен бір байғұс. Әкенің жақсы көргені жездедей ақ. Әйел өлсе олар төсек жаңғырта салады. Сондықтан да ұйықтар алдында анашыма ұзақ өмір бер деп, ұйықтаңдар деп әңгімесін аяқтапты. Сол әңгімеден кейін қанша жылдар өтсе де, пойызға мінер кезде әлгі қос сәбиді арашалап қалған ананың әруағы елестейді. Аналарымыз аман болсын ағайын.